Сәлеметсіздер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 6-шы сабақ, 24-ші жаттығу. Тақырып пен суретке қарап, өлеңнің мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Мұнда балалар тақырып бүркіт екен, Ал суретке қарайтын болсақ, балалар, суретте бүркіттің аңға шапқаны, яғни түлкіге түскені көрсетілген. Егер біз болжап көретін болсақ, сондықтан өлеңнің мазмұны бүркіттің қасиетін, мықтылығын және қырағылығын дәріптеу деп болжауға болады. Балалар, енді өлеңді оқиық. Бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты. Көтеріліп тым биік, көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Авторы Серікбай Оспанов. Енді балалар, бізге тапсырма берілген екен. Оқыған өлеңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде. 24-ші жаттығу бойынша балалар, өлең сипаттау мәтіні. Өйткені бүркіттің бейнесі мен қасиеттері сипатталған. Ірі, сұлу, айбатты, алғыр, текті құс. Заттың белгісі көрсетілгендіктен бұл сипаттау мәтіні. Келесі 25-ші жаттығу. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген? Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Елтану әліппесі кітабынан. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз. 25-ші жаттығу бойынша бірінші өлеңде бүркітті нақты сипаттаған. Ал екінші мәтінде қыран бейнелі түрде суреттелген. Ұқсастығы екеуі де қыранды дәріптейді, айырмашылығы бірінде нақты, бірінде бейнелі суреттеледі. Енді балалар бізге мәтіннің соңғы сөйлемін көшіріп жаз дейді балалар. Дәптерлеріңе жатқа жазып ала қойыңдар. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Назар аудар. Зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескеріледі. Келесі 26-шы жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Атам томағаламаған бүркітті, мен томағаламағанда кім томағалайды? Ақ сандық, көк сандық кітабынан. Томағала сөзінің мағынасын дерек көздерден біліп ал. 26-шы жаттығу бойынша ең алдымен балалар жаңылтпашты жатқа жазып ала қойыңдар дәптерлеріңе. Одан кейін бізге томағала сөзінің мағынасын дерек көздерден біліп ал деді. Томағала ол бүркіттің басына томаға кигізу. Яғни ол томаға құстың көзін жауып тұратын былғарыдан жасалған бас киім екен балалар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.